Ассаламу алейкум. Бүгін Сарыағаш ауданына келіп, Черняевка деген елді мекенге келіп, Құдай қаласа агротур шаруа қожалығына келіп отырып, осы жерде Данияр деген ағамыз менеджер болып істейді. Менеджері де. Осы кісіге сөз берейік. Осы жерде Құдай қаласа мына жерге қазір егін деп жатыр екен. Алдаке, таныстырып жіберсеңіз. Біздің бұл аппаратымыз итальяндық Дароста деген компаниянікі. Бұл тұқым себетін аппарат. Қазір көресіздер өздеріңіз қалай егетіні. Бұл жерде бірнеше адамның жұмысын атқарады. Қосшы анадай қылып басып шығарады. Арнайы өзінің тығыздығы несі барлығын аппарат өзі істейді. Корпус салынып шығады ғой станоктан, Қанаушысы енді био жасайды. Био жасайды. Одан кейін бұлай егі бар. Сағатына 80 мың тұқым себіледі. Бетіне вермикулитін салды. Одан кейін мынау үстінен жылы суды құйып береді. Әр суғарып тізімш. Әр суғарылады. Ылғалдылық меніне алып, әрқайсы бесеу-бесеуді жиналып, әжеде біз поддонларға қоямыз. Одан кейін бұл жерде неғаған екен, инкубатор деген не бар, өзіміздің арнайы бөлме. Бұл жерде арнайы температураларды, ылғалдылығы барлығы да сақталады. Осы жерге қойылады ғой, Осы жерде қойылады, міне қараңыз. Жылы екен ғой маза. Ылғалды барлығы да стандартқа сай. Бұл жерден өндіріп аласыздар ма сонда? Бұл жерде өндіріп алады. Тұқым бірдей бұл жерде жарады. Сол кезде біреу биік, біреу пәс болмайды бұда. Барлығы да өзінің талапқа сай болып шығады. Ертең жақсы өнім беруге мүмкіндігі мол болады. Ешқандай стрессіне көрмей. Әдемі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Самат бауырымыз бүгін біздің мынау агротур шаруа қожалығына келіп, біздің істеп жатқан іс барысымызбен танысып, көзін жеткізіп, көріп, менің есімім Қалтаев Данияр, осы агротур шаруа қожалығында менеджер болып іс басқару жұмыс жасаймын. Мына кісінің аты Михат Иргун. Бұл кісі Түркиядан келген, Түркияның Анталия қаласынан келген маман, агроном. Осы көшеттердің бәрін осы кісі істеп жатыр. Құдай қаласа міне біздің қазақ жастарына осы істі беріп кетемін дейді, үйретіп, одан ары қарай біз өзіміздің інілерімізге не алып, осы технологияны Қазақстанда біз қалдырып енгіземіз. Құдай қаласа міне көріп отқандарыңыздар, міне барлығы да бойы, тамыры, барлығы да бірдей, несінің барлығы да көріп өте сапалы көшеттер. Олар ертең өнім беруге мол мүмкіндігі бар. Көріңіздер, барлығы да. Мына Сарыағаш өңірі, оңтүстік өңір үйренді біздің көшеттер. Қазір Алматы, Қызылорда, Тараз барлық жақтарға кетіп жатыр. Осы жергілікті адамдар жұмыспен қамтамасыз етілген 20-дай адам осы жерде. 20 шақты адам жұмыс істейді ме бұл жерде, Дәке? Сонда 20 шақты адам.